Қайырлы күн достар, сіздермен мен Мұнахам Розаева. Бүгінгі видеода мен сіздермен ең дәмді, оңай әрі тез дайындалатын пончиктің рецептісін бөлісемін. Сол себепті видеоны соңына дейін көруіңізге кеңес беремін. Асымызға ерітілген сары майымыз бен сүтімізді қосамыз. Сүт пен сары май бір температурада болуы керек. Және де оның үстіне 2 дана жұмыртқамызды, қантымызды, шым тұзымызды, дрожж және де ваниль экстрактын тамшысын және ең соңғы қоспамыз ұнымызды салып миксерлейміз. Миксерлегеннен кейін басты миксерлеп, одан соң ең соңында түйіршік пайда болған кезде қолмен илейтін боламыз. Қамыр шығады. Ал енді табамызды сары маймен және немесе сұйық маймен майлап, қамырымызды орналастырып, бетін шауып, жылы жерге қамырымыз көтерілгенге шейін қойып қоямыз. Қамырым көтеріңкі болды және мен жайып, осыны стақанның көмегімен формуласын келтірдім. Және де ортасын кремге арналған насадкамен немесе бөтелкенің қақпасымен алсаңыздар болады. Ортасын алу міндетті емес. Жай ғана бауырсақ секілді пісірсеңіздер де ол пончиктің дәмі сол қалпен қалады. Өте дәмді шығады. Осындай орталарын бөлек пісірсеңіздер болады, немесе мен секілді қосып, қайтадан пончиктің формасын келтірсеңіздер де болады. Ол өздеріңізге байланысты. Осылай шақта, ал енді майымызға пісіретін боламыз. Майымыздың астын ортаңғы деңгейге қойып, пончиктерімізді салатын боламыз. Пончиктерімізді жұқалап жайып салған дұрыс. Сол кезде мен секілді осында домалақ болып, ортасына ақ сызық пайда болу керек. Мына жақта глазур, ал мына жақта пончик пісіп жатыр. Қазір глазурдың рецептісін айтатын боламын. Міне осы топ-томпақ, жұмсақ, нәзік болып шықты. Өзіме қатты ұнап тұр, шыны керек. Өте әдемі, прям дәмі күшті болып шықты. Қатты ұнады. Өте сүйкімді әдемі болып шықты. Енді глазурдан мен глазурге обычный сливкимен және де шоколадты қойдым. Осылай араластырып, оны қайнатудың қажеті жоқ, жай ғана асаса өзі-ақ еріп кетеді. Ал енді пончигімізді алып, осындай бетін шоколадымызға бір батырып, одан соң сілкеп-сілкеп, үстелінде орналастырып, өзіңізге ұнаған неше түрлі қоспалармен сәндесеңіздер болады. Мен бұл видеода кокосовый стружкамен жай ғана жаңғақты сәндедім. Өте әдемі болды. Немесе сгущенканы алып, пакетке салып, арнайы кондитерский пакеттерге салып, узор жасап, зебра ретінде жасасаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Ол өздеріңізге байланысты. Әлі біздің пончиктеріміз дайын болды. Өте дәмді, ең жұмсақ, әдемі болып шығады. Сіз жасауларыңызға кеңес беремін. Сіздермен мен бүгін болған Аяхан Мұразаева, менің YouTube және Инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Ас болсын.